Астанадағы ерлі-зайыптылар балаларының еміне жиналған 1 миллиардтан аса теңгені жымқырды деген күдікке ілінді. Бұл туралы барлық хабар арналарда шулап жатыр. Дәулет пен Толқын Тодахановтар ауыр диагноз қойылған ұлдары Алтайырға ота жасау үшін қаражат жинаған. Емге қажет 50 миллион теңге баланың Instagram парақшасы арқылы жиналған. Алайда ата-анасы жарнамаға ақша салып, белсенді түрде қаражат жинауды жалғастыра берген. Нәтижесінде 4 жылдың ішінде олар 350 мыңнан астам адамның көмегімен 1 миллиардтан теңге астам ақша жинады. Науқас баланың еміне 6 миллион теңге ғана жұмсалған. Ал қалған қаражат жеке қажеттіліктеріне, жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуға, шетелге саяхаттауға және құмар ойынға кеткен екен. Бұл қытайлық аяғымен ғана жұмыс жасайтын, барлық тамақты, кез келген жұмысты аяғымен ғана жасайтын қытайлық әйел, 2 баласы бар. Дәл осындай мықты әйел болу үшін де табандылық қажет шығар. Ал біздің қазақтарда кішкене болмайтын ауруы үшін тіленіп, алақан жайып, қаншама өзіміз әзер тауып жүрген ақшамызды сорып жатыр. Біз қайырымдылыққа береміз, садақа үшін. Бірақ сол садақаны да дұрыс пайдаланбай, қара ниетпен пайдаланып жатыр. Осыдан кейін халық қалайша біз садақа жинаймыз, осыдан кейін қалай сор ашқан кезде ақша салмаймыз. Қаншама балалардың ауруына неге мемлекет ақша бөлмейді екен? Операция жасау үшін шетелге қазақтарды қайыршы еткенде, қайыр тілеуге мәжбүр еткенде үкімет басшылары. Сондықтан да кез келген садақаға ақша салудың дәл қазіргі заманда керек жоқ. Қаншама адамның еңбегі бар ол жерде. Қара жұмыс жасап 500 теңге болса да салуға тырысасыз ғой. Сол салған 500 теңгені қарам жолмен жұмсап жатқаны үшін ішің удай ашиды. Сенің тапқан 500 теңгеңе барады да бренд киім сумкалар алып жатыр.